Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әріптестер, қайырлы күн. Бүгінгі брифингте энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасының жүзеге асырылуы, өңірдегі инфрақұрылымды дамыту және коммуналдық қызметтердің сапасын арттыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы сөз қозғалады. Осы тақырып бойынша баяндама жүргізетін спикер Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бейімбет Мәлікұлы Мусин. Ендеше сөз кезегі Бейімбет Мәлікұлы өзіңізге беріледі. Мархабат. Қайырлы күн облыс тұрғындары, құрметті бұқаралық ақпараттық құралдардың өкілдері. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту, желілердің тозуын азайту және де апаттық жағдайларды алдын алу, коммуналдық қызметтердің сенімділігін арттыру және тұрғындар сапалы электр, жылу, су әрі үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында 2025 жылы Батыс Қазақстан облысында энергетика және коммуналдық сектор жаңғырту ұлттық жобасы аясында бірқатар жүйелі іс-шаралар басталған болатын. Үкімет қаулысына сәйкес жол картасы өңірімізде жол картасы бекітіліп 2026 жыл және 2029 жылға дейін 3664 шақырым инженерлік желілерге жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Енді осыған біртіндеп келетін болсақ, жылумен жабдықтау бойынша 25 шақырым, су және су бұру жабдықтау бойынша 153 шақырым, электрмен жабдықтау бойынша 3486 шақырым көзделіп отыр. Енді бүгінгі таңда инженерлік желінің тозу деңгейі айтатын болсақ, облысымызда 49%, сумен жабдықтау жүйесінде 60,4%, су бұру жүйесінде 61,2%, электр желілерінде 75,4% құрап отыр. Жол картасына көзделген іс-шаралар толық көлемде іске асырылған жағдайда осы көрсеткіштер жылу желілерінде 43%-ға, су бұру желілерінде 48%, ал электр желілерінде 11%-ға дейін төмендету жоспарлануда. 2025-26 жылдар ұлттық жоба аясында іске асырылып жатқан негізгі жобаларға тоқталатын болсам, осы сумен жабдықтау, су бұру саласы бойынша Орал қаласында Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жалпы құны 5,8 миллиард теңге құрайтын 4 жобаны жүзеге асыруда. Ол Исатай Махамбет көшесі бойындағы номер 20-шы көтергіш сорғы станциясы және номер 1-ші кәріз сорғы станциясы, Зашаған шағын ауданында Саратов тас жолы бойында орналасқан номер 29-ші кәріз сорғы станциясын қайта жаңғырту, сондай-ақ Дариян ауылы маңындағы 5 су ұңғымасына бұрғылау жобалары басталған болатын. Енді бүгінгі бұл нысандардың құрылыс монтаждық жұмыстары 65% құрап отыр. Енді жұмыстар жылыту маусымы басталған дейін біту жоспарланып отыр. Жобалар пайдалануға берілгеннен кейін Орал қаласының тәуліктік су өндіру қуаты шамамен 18.000 текше метрді артады. Сонымен қатар қайта жаңғыртылған номер 1-ші 29-ші кәріз сорғы станцияларының қуаттылығы тәулігіне 51.000 текше метр деңгейге жетіп, су бұру жүйесінің сенімді және тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін болады. Енді жылумен жабдықтау саласына тоқталатын болсам, Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы жалпы құны 6,2 миллиард теңге болатын 3 жобаны құрылыс монтау жұмыстарын бастаған болатын. Олар ұзындығы 1,8 шақырым болатын номер 7-ші жылу магистралі. Бұл магистраль Орал қаласында Жүнісов, Темір, Масин, Некрасов көшелерді қамтиды. Номер 6-ші жылу магистралі Жайық жылу қуат аумағында Урдинская, Попович көшелері қиылысына дейінгі аймақта орналасқан. Сондай-ақ құрылысшы шағын ауданындағы 8,8 шақырым орамішілік жылу желілері қайта жаңғыртылатын болады. Бүгінгі күні осы атап айтқан нысандардың құрылыс монтаждық жұмыстары 60% құрайды.
алтыншы және жетінші жылу магистралын қайта жаңғырту биылғы жылыту маусымы басталғанға дейін толық аяқталады. Ал құрылысшы шағын ауданындағы 8 шақырым жылу желісін жаңғырту жобасы 2027 жылға өтпелі болғандықтан биыл тек 4 шақырымы жөнделетін болады. Электр жабдықтау саласы бойынша тоқталатын болсам, 2025 жылы Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік таратушы акционерлік жауапкершілігі серіктестігінің жалпы құны 10 миллиард теңге болатын 3 жоба жүзеге асырылып жатыр. Жоба негізі Орал қаласы облысының 6 ауданында, оны атап айтсам Бөрлі, Шыңғырлау, Қаратөбе, Жәнібек, Тасқала, Жаңғала аудандарында 40 елді мекендерінде электр желілері реконструкция жасалатын болады. Енді жалпы ұзындығы осы 501 километрді құрайды. Қазіргі уақытта жасалып жатырған жоба аясында бағаналар, кешенді трансформаторлық қосалқы станция және әуе желілерін орнату жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі жұмыстардың орындалу деңгейі 90% құрап отыр. Осы барлық жұмыстар жылыту маусымы басталған дейін аяқталуы қажет. Нәтижесінде электр желілерінің тозу деңгейі 75-4% құрап отырса, осы толық жұмыстар аяқталғаннан кейін 72-8%-ға төмендетеміз. Енді 26-27 жылдарға жоспарлаған жұмыстарға тоқталатын болсам, су бұру және жылумен жабдықтау саласы бойынша жалпы сомасы 29 миллиард теңге болатын 10 жобаны іске асыруға жоспарлап отырмыз. Соның ішінде ағымдағы жылы Ақсай қаласының жалпы құны 5,5 миллиард теңге құрайтын 4 жоба басталатын болады. Енді атап айтқанда сумен жабдықтау саласының Ақсай қаласының оңтүстік және солтүстік бөліктеріндегі жалпы ұзындығы 97 шақырым су құбырлары жаңартылады. Сондай-ақ су бұру саласында канализациялық сорғы станциясының 4-ші және 5-ші өндірістік аймақ пен кәріз тазарту құрылыстарына дейінгі 18 шақырым кәріз желілері қайта жаңарту жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар 2027 жылы 6 ірі жобаны іске асыру жоспарланды. Оның ішінде бұл Орал қаласында Әзірбайжан көшесінде Бигелдин көшесі бойындағы 3,5 шақырым су құбырын қайта жаңғырту, су тазарту станциясының Сарайшық пен Бергер көшелерінің қиылысына дейінгі 4,5 шақырым магистраль су құбырын қайта жаңғырту, номер 1 канализациялық сорғы станциясының кәріз тазарту құрылыстарына дейінгі магистральдық 10 км кәріз коллекторын қайта жаңғырту, номер 5 кәріз сорғы станциясын және оған жалғастыратын ұзындығы 1,5 шақырым кәріз коллекторын қайта жаңарту, Орал қаласының жайық жылу орталығының 6 киловольт жабдық тарату құрылысы мен секцияларын қосалқы жабдық тарату құрылысын қайта жаңғырту, Орал қаласының номер 3 жылу магистралын қайта жаңғырту. Ал электр жабдықтау саласына келетін болсақ, 2026 жылы жалпы құны 16,5 миллиард теңге болатын 7 жоба іске асыру жоспарланып отыр. Жобамен Орал қаласы және 9 аудан Ақжайық, Бәйтерек, Бөрлі, Бөкейорда, Жаңақала, Жәнібек, Тасқала, Теректі, Сырым аудандардағы 74 елді мекенді қамтитын электр желілерін қайта жаңарту жұмыстары қаралып отыр. Жоба шеңберінде 1113 шақырым желілерін салу және қайта жаңғырту, сондай-ақ 2 қосалқы станцияны жаңғырту көзделген. Құрылыс жұмыстарын тамыз айында бастау жоспарланып отыр. Жұмыстар жүзеге асырылған жағдайда жыл соңына дейін 362 км желілер жаңартатын болады. Енді нәтижесінде электр желінің тозу деңгейі 72,8%-дан 70,2%-ға төмендеу көзделіп отыр. Осы жұмыстардың барлығы осы айтылған бағдарлама аясында жүзеге асырылып, осы тұрғындарды және осы тұтынушыларды тұрақты электр энергиямен, жылумен, сумен қамтамасыз етіліп жатырған жұмыстар. Осымен назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Ақпаратпен бөліскеніңіз үшін рахмет. Алдағы жұмысыңызға сәттілік тілейміз.
Ендігі кезек сұрақ-жауап бөліміне тоқталайық. Құрметті бақ өкілдері, сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Орысша жақсы. Вот в соответствии с поручением главы государства в целях модернизации инженерной инфраструктуры, снижения уровня износа сетей, предотвращения аварийных ситуаций, повышения надежности коммунальных услуг в 2025 году в области начата реализация ряда системных мероприятий в рамках национального проекта модернизации энергетических и коммунальных секторов. В соответствии с утвержденной дорожной картой в нашем регионе в период с 26 по 29 год будут проведены ремонтные работы на 3664 километра энергосетей, в том числе по теплоснабжению 25 километров, по водоснабжению и водоотведению 153 километра, по электроснабжению 3486 километров. На сегодняшний день уровень износа инженерных сетей составляет по теплоснабжению 49%, по водоснабжению 64%, в системе водоотведения 61%, а в электросетях 75,4%. В случае полной реализации мероприятия, предусмотренной дорожной картой, износ сетей теплоснабжения и водоснабжения будет снижен до 43%, сетей водоотведения до 48%, а в электрических сетях до 11%. Теперь, если перейти по проектам на 2025-2026 году, которые реализуются в рамках нацпроекта, в сфере водоснабжения и водоотведения в этом году то Батыс су арнасы реализует 4 проекта общей стоимостью 5,8 миллиарда тенге. В частности, в конце 2025 года были начаты проекты по реконструкции повысительной насосной станции номер 20 и канализационной насосной станции номер 1, расположены по улице Исатай Махамбета. Также номер 29 КНС по Саратовской трассе. И также бурение 5 водозаборных скважин вблизи села Даринск. Вот на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 65%. И до конца отопительного сезона все строительно-монтажные работы должны завершиться. После ввода проектов в эксплуатацию суточная мощность добычи воды города Уральск увеличится примерно на 18 тысяч кубометров. Кроме того, мощность КНС номер 1, номер 29 достигнет до 50 тысяч кубов в сутки. В сфере теплоснабжения сейчас идут строительно-монтажные работы на 3 объектах. Стоимость 6,2 миллиарда тенге. Это, в частности, реконструкция тепловых сетей номер 7 и номер 6. Номер 7, ТМ номер 7, 1,8 километра, вот, охватывает улицы Жунисова, Темир-Масина и Некрасова. А тепломагистраль номер 6 – это участки от территории ТЭЦ до пересечения улицы Удинской и Поповича. А внутриквартальные тепловые сети микрорайон строителей – это 8,8 километра. Это переходящий объект до 2027 года. В этом году планируется реконструкция 4,4 километра. Все работы на данный момент завершены на 60%. До отопительного сезона все начатые работы должны завершиться. А по сфере электроснабжения в 2025 году уже начата реализация 3 проектов на 10 миллиардов тенге. Вот в рамках проекта начата реконструкция 501 километра электросетей, охватывает город Уральск и 40 населенных пунктов в 6 районах. Все работы на сегодняшний день завершены на 90%. После завершения планируется снизить износ электросетей с 75,4% до 72,8%. Также планируется в 2026-2027 году реализовать проекты по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению. Это южной и северной части города Аксай. А также водоотведение будет выполнено 18 километров канализационных сетей от КНС-4 и КНС-5 до промзоны и до КОСа. Кроме того, в 2027 году планируется реализация 6 крупных проектов, в том числе реконструкция
3,5 километра водопроводной сети в городе Уральск по улицам Азербайджанской и Бигельдина. Реконструкция 4,5 километров водопровода улицы Сарайшық, Бельгера. Реконструкция магистрального канализационного коллектора протяженностью 10 километров от КНС-1 до Косы. Реконструкция КНС номер 5 и прилегающие канализационные коллекторы протяженностью 1,5 километра. И реконструкция распределительного устройства 6 киловольт на Уральской ТЭЦ. И реконструкция тепломагистрали номер 3 протяженностью 1,5 километра. В 2026 году также планируется реализация 7 проектов в общей стоимости 16,5 километров. Проект охватывает город Уральск и 74 населенных пункта в 9 районах. И в рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция 1113 километров электросетей и 2 подстанций. В результате уровень износа в электросетях снизится с 72,8% до 72%. Спасибо за внимание. Бейімбет Маликұлы, мекемеге келіп түскен сұрақтар бар еді, соны қоюға рұқсат етіңіз. Осы жоба аясында жаңғырту жұмыстары кезінде тұрғындарға қолайсыздық туындауы мүмкін, иә? Соны қалай шама келгенше азайтуға тырысып жатырсыздар? Енді қазір уақытта өзіңіз білесіз, осы Орал қаласында және аудандарда әртүрлі желілерге, жылу, су желісіне, электр желілеріне жұмыстар жасалғандықтан тұтынушыларға қолайсыздық дегенде айырулар болады. Енді шағымдану болған жағдайда қазіргі уақытта осы жасап жатырған желілерде жұмыс жасап жатырған компанияларға шағымдану болады, және де 109 және Айкөмек мекемелеріне осы қолайсыздық туылған жағдайда сол хабарласуға болады. Және де мына Орал қаласының тұрғын үй қатынастар және де мына коммуналдық секторы бойынша жауапты мамандарға хабарласуға болады. Тағы бір сұрақ, осы жаңғырту жұмыстары болашақта тарифтің өсуіне әсер етуі мүмкін бе? Енді қазіргі осы ұлттық жоба аясында іске асырылып жатырған жобалардың барлығы техникалық және осы тарифтік операторлармен барлығымен келісілген болатын. Осы айтып өттім, 25 жылы басталған жобаларға барлықтарынан техникалық операторлар, тарифтік операторының бәрі келісім алынды. Және де осы тариф қазіргі уақытта саналды. Осы мекемелерге және осы табиғи монополия субъекттеріне қазір тарифтері қаралған болатын. Енді қазіргі уақытта қарастырылған тариф тұтынушыларға өз әсерін бермейді. Яғни деген осы өздеріне берілген тарифтерде осы ұлттық жоба аясында жасатын жұмыстан өзінің тарифтері белгіленіп тұр. Жыл сайын. Рахмет. Басқа сұрақ болмаса, онда осымен брифингті тамамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.